Электр өрісінің потенциалы жөнінде айтамыз. Q деген заряд берілсін, мысалы плюс болсын, оны біздегі орын ауыстырайық, мына нүктеге дейін. Ол орын ауыстыру D болсын, қашықтығы. Бұл электр өрісінің кернеулігі E болсын, күш сызығы сол бағыттас. Сонда зарядты тасымалдауға атқарылған жұмыс Q E D формуламасымен есептеледі. Бұнда Q деген бізде заряд, өлшем бірлігі кулон. E деген бізде кернеулік, электр өрісінің кернеулігі, метон бөлінген кулон. D деген орын ауыстыру. Метрмен аламыз. A деген бізде жұмыс. Өлшем бірлігі джоуль. Сонымен зарядты D қашықтыққа орын ауыстырсақ, A жұмысы атқаратын формула. Егер осы жұмысты, яғни бізде берілген жұмысты A-ны сол зарядқа бөлсек, бізде кернеу деген физикалық шама пайда болады. Кернеу деп зарядты орын ауыстырғанда электр өрісін атқарған жұмысының осы зарядтың модуліне қатынасын айтады. Басқаша айтқанда, А бөлу қатынасы, А бөлінген Q қатынасы бір өлшем зарядқа шаққанда өрісін атқарған жұмысы. U деген сонымен кернеу. Өлшем бірлігі вольт. Q деген заряд, A деген жұмыс. Оны айтып кеттік. Енді біздер айттық заряд өз айналасында электр өрісін туғызады. Бұл өріс әрекеттесу өрісі болып табылады. Осы өріске енгізілген оң бірлік заряд алатын болсақ, Q таңбасы оң, мәні бірге тең деген сөз ғой, оң бірлік заряд. Осының потенциалы, осы зарядтың осы өрістегі потенциалының зарядқа қатынасы бізде фи деген шаманы береді. Бұндағы фи электр өрісінің потенциалы. Онда өлшем бірлігі вольт. Бұл бізде потенциалдық энергия. Өлшем бірлігі джоуль. Q деген заряд. Сонымен зарядтың осы өрістегі потенциал энергиясы екеуін бір-біріне бөлгенде бізде потенциал шығады. Потенциал электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы болып табылады. Электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы. Яғни кернеулік деген бізде E болды ғой, өткен сабақта. Ол бізде электр өрісінің күштік сипаттамасы. Ал потенциал энергетикалық сипаттамасы. Яғни энергия жағынан сипаттайды. Келесі ұғым бізде өрістің потенциалдары айырымы. Өрістің потенциалдары айырымы дегеніміз бірлік зарядқа келетін өрістің потенциалдық энергиясының өзгерісін айтады. Яғни бізде A бөлу Q, яғни бірлік заряд, оның жұмыс, энергияларын айырымы. Бізде Q деген бірге тең мұнда. Бұдан жұмыс деген бізде Q фи 1 минус фи 2 деген формула шығады. Сол потенциалдар айырымы кернеуге тең, U-ға тең. Осыны потенциалдар айырымы деп атайды. Фи 1 минус фи 2-ні. Потенциалдар айырымы. Яғни бір зарядты аламыз, мәні бірге тең, бір кулонды. Соны энергиялар өзгертсек, бізде осы потенциалды айырымы шығады. Немесе кернеу дейміз, кернеу шығады. Сонда бізде A деген, U деген фи 1 минус фи 2 болса, A деген Q көбейту U-ға тең болады. Жұмысын тағы бір формуласы пайда болды. Енді кернеулік пен кернеудің арасында мынандай байланыс бар. Бізде кернеулік, ол кернеу бөлінген орын ауыстыруға тең D.
е тең болады у бөлу д-ға. Сонымен қатар бізде бір қашықтықтағы, мысалы берілген зарядтан, Q-дан белгілі бір қашықтықта нүктедегі потенциалын табу үшін фи тең болады К, Q-ның модулі эпсилон көбейту R. R деген арасындағы қашықтық. Формуласын таба аламыз. Егер мысалы шар болатын болса, R-дің орнына шардың радиусын қабылдауға болады. Сонымен қатар потенциал мен кернеуліктің мынандай екеуінің арасында байланысы бар. Фи тең болады E көбейту R-ға.